құрметті тыңдаушылар, қазір Бозарықтамыз. Бозарық Алтын Орда болды. Мен осы жерде клиниканың бастығымын. Қазір біз бұл жерде келіп жатқан ауруларды Ибн-Сина методы бойынша, яғни түркі халықтарының медицинасының методтары бойынша емдеп жатырмыз. Бұл жерде натуральный средстволар қолданылады. Бұның ең басты диета, дұрыс тамақтану бірінші кіреді. Одан кейін здоровый образ жизни, салауатты тұрмыс салты. Бұл Ибн-Сина, Гиппократ, Гален бәрі осыған основан бірінші. Соның үшін оларда қағида бар. Ауырсаң бірінші жеп жатқан тамағыңды турла дейді. Одан қалса жүріс-тұрысыңды турла. Одан кейін лекарство ішкін дейді. Соның үшін бұл жерде малхам деген понятие бар. Малхам дегенде аз көп сұрау беріп жатыр. Малхамды енді, малхамның атын өзгертсек те болады. Малхам это просто травяной состав. Просто Ибн-Синада малхам деп жазылған, соның үшін малхам деп кеткен. Малхам. Просто бұл травяной состав. Яғни бұның ішінде көп түрлі шөп дәрілерден дайындалған, дәрілердің составы көп бұл жерде. Енді оның бәрі сертификаттан өткен шөп дәрілер. Енді бұл жерде ең главное, бұл ыстықтан болған ауруларды емдейді. Соның үшін бәрі суық мижазды дәрілер составында. Енді қазір бұның не екенін айтып берген міне. Это травяное лекарство жазып қойған қараң. Шөп дәрі, созданное великим ученым Абу Али ибн Сина. Бұндай составтар Ибн-Синада өте көп. Мен докторский қылғанымда көргенмін ішінде. Өте көп составтар жазылған. Мысалы үшін сустап тазалауға бір состав, қанды сұйықтатуға бір состав. Сол составтардың біреуін алғанбыз бұл жерде. Бұның механизмі қалай болады? Қандай адамға әсер болады? Орыс тілінде жазылған бұл жерде. Механизм его действия дейді. Это лекарство разжижает кровь, қанды сұйылтырады, очищает печень, бауыр тазалайды, поджелудочную железу, желчный пузырь тазалайды, почканы тазалайды. При правильном использовании, егер дұрыс тамақтанса, он излечивает заболевания дейді. Егер дұрыс қолданылса, қандай аурулар түзетеді? Нерв системасын, жүрек, сердечно-сосудистая система, жүрек қан системасын, бауыр, жүрек, ашқазан, бауыр системасын, мочеполовой, яғни сідік жолдары, почка, одан кейін мочевой пузырь, сустав, артроз, артритте солармен түзететін состав. Травяной состав просто бұл. Бұның составы өте көп составтары. Қазір осындай составтар көп. Бізде өте көп составтар бар. Сол составтардың біреуі осы. Бұны можно малхам сөзін алып тастау мүмкін. Просто травяной состав, созданный Авиценна деп айту мүмкін. Значит, Авиценнаның жаратылған травяной составы. Значит, қандай ауруларға түседі бұл? Қан сұйылтырады, бауыр тазалайды. Ең главный жировой гепатозды кетіреді. Соның арқасында организмді лишний қылады. Значит, нерв системасын, бауыр системасын, ашқазан ішек системасын, ЖКТ дейді ғой. Мочеполовой системаны тазалайды, суставтарды тазалайды. Бірақ оны ішкен кезде адам режим ұстау керек, режим. Особый режимдері бар, сол режимге подчиняться қылу керек болады. Енді қалай ішеді? Таңертең ішіледі, обязательно. Таңертең аш қарынға ішіледі. Кәдімгі шөп дәрі да бұл мұның. Шөп дәрі. Енді бұның составында, ішіндегі құрамында бұның ішінде ең болған. Таңертең ішіледі, ішілгеннен кейін организмді очищение қылады бұл. Бұл состав берілген. Таңертең ішіледі бұл. Біреуде 2 рет ішеді, біреуде 3 рет ішеді, әртүрлі ішеді. Действиясы өте керемет. Бұның ішіндегі травалардың бәрі фармконтролдан өткен дәрілер барлығы. Біз ештеңе қосып жатқан жоқпыз. Ибн-Синадағы барлығы, бұның барлығы кітапта жазылған. Бірақ бұның составында турлау керек та. Сол Ибн-Синаның составынан алу керек. Потому что кімнің ішінде ыстығы болса, оған суық дәрі беру керек. Ол ішінде ыстығы барға ыстықты беріп қойсаңыз, ол ауырады. Мысалы, кім ыстықпен ауырған болса, оған егер сіз ерман берсеңіз, жусан берсеңіз, жусан өте ыстық дәрі ол. Ол хуже, қышымасы көбейеді, бауыры ауырып кетеді оған. Мысалы үшін бауырман ауырған адамға жусанды беріп қоймайды. Оған наоборот суық дәрілерді беру керек та. Енді мижаз деген теория бар, бұған отдельный передача береміз. Бәрі соған основанный нәрселер барлығы. Енді действиясы керемет. Без химии, природный метод лечения дейді. Яғни табиғи, натуральный ем, былай айтқан кезде. Келіңіздер, ем алыңыздар. Біздің күндік бағамыз қымбат емес қазір, 14 мың. Зачем мысалы үшін химия ішкеннен гөрі натуральный еммен емделген жақсы. Енді біз бұған қазір мынау Европа медицинасына ешқандай қарсы сөйлеп жатқан жоқпыз. Пожалуйста, кім бізге келгендер қаласа,
дәрілерін тастамайды, іше береді. Мысалы үшін біреулер келеді бізге, мынаны ішіп тұрады да, мен дейді гептер ала аламын, лисензия ала аламын дейді. Пожалуйста, ала берсін, гептер лисензия ал. Біз ешқашан оған қарсылығымыз жоқ. Так, біз өзіміздің жолымызда кетіп жатырмыз. Оларды біз жамандамаймыз ешкімді. Потому что Қытайдың методикасы дұрыс, былай қарағанда да. Біздің қазір Қазақстанда құт сондай метод келіп жатыр ғой. Конкуренция болу керек. Конкуренция болғанда қалай? Жолдың мына шетінде восточный медицина, мына шетінде европейский медицина болса, как Қытайда. Бізде құт қазір сонда екеуіне де рұқсат беріп қойған. Бірақ екеуі де өзінің системасын дұрыс істету керек. Гуманно істету керек, грамотно істету керек. Сонда халыққа пайдасы болады. Так, болмаса ауру любой нәрседен не дейді, отрицательный эффект алуы мүмкін. Яғни кері әсер алуы мүмкін, дұрыс істетілмесе. Если дұрыс істетілмесе, әсел де зәһарға айланады, біліп алыңыз. Әсел зәһарға айланады, дұрыс істетілмесе. Сол үшін әселде мақал бар. 1, 2, 3 деген. 1 қасық әсел тамақ болады, 2 қасық әсел лекарство болады, 3 қасық әсел зәһар болады. Әселден уланып ауырған адамды мен көргем. Біз баяғыда братишкамыз, сестренкамыз болған, ойнап отырып екеуі 1 литр әсел жеп қойған. Кім көп жеу деп. Келсек температура 43, 1 ай жатқан, ішінен қан кетіп, 1 ай жатқан бәнсіде. Әселдің өзі зәһарға айланып кеткен да. Өлмей қалды ғой. Бір әселдің өзін, сол үшін табиғаттағы бәр нәрсенің қандай ішу керек, қайтып ішу керек, қай мөлдерде ішу керек, 3 нәрсе қарап ішу керек соған. Сонда любой нәрсе лекарство болуы мүмкін, любой нәрсе кері әсер болуы мүмкін да. Малқам туралы сіздерге информация бердік, және сұраулар болса бересіздер. Енді кімнің бауыры жировой гепатоз болса, қаны қою болса, давление болса, келіңіздер, бізден ем алсаңыздар, зиян көрмейсіздер. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет айтамыз.